шығарып жүремін и үйреніп алмайтынмын. Содан бір күні 6-шы аяғым ауыр кезде мен компанияның несін ішетін тұғым, омегасын. Ол аптасына 8.000 теңге жетпейді. 5-ақ күнге жетеді. Үшеуден мен 9 капсула ішуім керекпін бір күнде. Ол тіпті дәу болды да маған. Аяғымнан мындай өту қиын. Бірақ амал жоқ, мен ана варикоз болғаннан кейін маған ішу керек дегенде мен ішіп жүрдім. Содан Алланың қалауымен осы кісі маған осы продукцияны айтты, бірінші спирулин айтты. Егер осындай жақсы продукция келіп жатыр екен, сен алып көресің ба, ішінде кішкене бөлген, мынаның ішінде бүкіл жаңағы витаминдер бар екен деді. Хорошо, көрейік деп осыны алып іштім мен. Бірінші осы ең бірінші мен ішкен нем спирулина болды. Спирулинаны ішкен кезде менде жаңа ішкен кісілер біледі, қандай біріншінде атмосфера болатын, одан кейін результат болатын. И сонымен қосып маған витамин А мен В-ны қосып ішкізді да. Менде витамин А мен В-ны ішкен кезде менде В ұйықтатады екен адамды, миды тыныштандырады екен. Менде басқа ұйқы келе береді, ұйықтай беремін. Соны бір күн сұрадым, мен неге ұйықтай беремін, көп организмде что-то бір нәрсе дұрыс болмай жатыр ма, нарушение болып жатыр ма деген кезде бұның составында миды тыныштандыратын нәрсе бар екен. Яғни ұйықтардың алдында тамақ ішіп болғаннан кейін ішсеңіздер, шынымен де действительно іштім. Содан нәтижеде мен врачым отыр. Май айында мен менде бар УЗИге түскен тұғым, өзім женский жағында, менде де тоже көп сондай проблемалар бар. Содан кеше 6 ай өтіп кетіпті. Осы спирулинаны үшеу іштім, витамин А мен одан үшеу іштім, сосын застера каротендің біреуін іштім. Сөйтіп кеше 6 ай өтіп кеткеннен кейін результатын көрейік енді, мынау мен мынаны салыстырайық десек, обжектер значите отыр ғой, растайтын кісі. Действительно, апам өзі не болып отыр да, шок болып отыр да, врачым өзі, мынаны қараңыз, мына жерде мынандай болған екен диаметрі, и кистаңыз азайып жатыр екен, и эрозия тоже, енді әйелдерде көп нәрсе болады ғой. Мен өзімде таң қалып қалдым да, мен бұны айтпай жүрген тұғым көп адамға. Мен бірінші өзімнен көрейін результатты. Ертең тағы да айтып, мен мынаны мақтасам, ол маған ақшама қалта түсіру, яғни өзімнің басымды ойлап кеткен болады. Мен бірінші результатын көріп алайын, сосын айтам деп жүргенмін. Результатын көрдім, мен енді бұны кәдімгідей айта аламын да, ішіңізде шынымен де действительно сөйтсем, бұны жаңа Даниярымыз айтып жатыр ғой, ішінде вирусты шығаратын нәрселер бар екен да, и менде көп нәрсе, мысалы мен қанша антибиотик қабылдадым, қанша антибиотик мен ішімде тұрған нәрсені шығара алмаған тұғым. Мен салам, вроде нормально кетіп қалған сияқты болады, опять УЗИге барсам, сол результат, сол не қайттан тұрады. Ешқандай өзгеріс жоқ, ешқандай результат жоқ, бірақ аптеканың несін жүргіземін мен ше. Қаншама теңгеге дәрілер алып тастаймын, 30 мың, 40 мың да кетеді. Бір антибиотикті алу үшін, мысалы, қаншама не жетеді. Ал мен бір витамин А мен В-ны үшеуін ішіп, яғни өзіме результатты көріп, ешқандай ойланбай іше беруіңізді кеңес беремін.